Assalamu alaikum. YouTube suyur qavm және көрермендер, оқырмандар, бүгін осындай Chevrolet Aveo Ravon R3 рефлекторын ауыстыратын боламыз. Біреуін салып қойдым қазір осылай. Артындағы нелерін, тістерін жылжытып алып салып қойдым. Оны алу оңай. Осы жерден айтфонды аласыз да көтересіз, болды, шығады. Сосын артынан біртіндеп ауыстыра бересіз. Сосын қазір подсветкасын жалайтын боламыз, тексеретін боламыз. Мына жағын алу қиындау болады екен негізі. YouTube'да көрсем, ешкім мұндай таппадым. Бұл жағын алып көрсеткен анан нақты адамды. Қазір осы жерден алып, проводын ары қарай өткізіп, астынан жалай саламыз. Сосын мына жақтағы рефлекторды осы жерден алдым. Мынаны босату үшін 4 болты болады деген артында. Және оның артына отвертка сыймайды деген. Осы жерден бетіндегі біріншісі крышкасын алдым. Сосын отвертканы көтеріп, мына ішіндегісін алдым. Қазір мынаның арасымен осылайынан кабельді жіберіп, астынан апарып, айтфонның артынан ар жақта көрініп тұр, жарық. Сол жақтан кабелін шығарып аламын осы жаққа. Мына жақта да дәл солай. Қазір светтерін жағып, видеоны жалғастыратын боламын. Жаңағы подсветкасына екі кабелінен ортақ бір кабель шығардым. Одан кейін машинаның фарына жалғау үшін ештеңе іздеудің қажеті жоқ. Осы жерде майтофонның өзінің мынасына майтофонның подсветкасын жағатын кнопкаларын. Содан плюс аламыз және майтофонны минус аламыз. Қазір осы екі сымға мынаның дефлекторлердің бүкіл тоқтарын әкеліп жалғайтын боламын. Фарды қосқанда бірге жанады, өшіргенде бірге өшетін болады. Міне екінші жағы. Арбайтын орнаттық. Бардашокты алып тастап, астынан кабельді слай жүргізіп, жағында өз тесік бар. Соған үшеуінің басын біріктіріп, оның басын майтофонның несіне жалғап жағып көреміз қазір. Міне осылайынан светтері ауысып тұрады. Осылай үй жағдайында өздеріңіз жасасаңыздар болады. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Міне соңғы түнгі результаты. Кеш болды, жақып көрдік. Осылай көрініп тұрады. Өше жақсы. Керемет шықты деп ойлаймын.